Армысыздар менің бүгінгі оқырмандарым. Бүгін 9 сыныптың келесі тақырыбы жаңа 90-ның жаңа тақырыптарының бірін бастайтын боламыз. Бұл импульстың сақталу заңы, реактивтік қозғалыс, серпімді және серпімсіз соқтығулар деп аталады. Енді осы реактивті қозғалыс дегеніміз не? Сол туралы және мына ракетаның бұл жерде қандай қатысы бар бізге тақырыбымызға, соны ашатын боламыз. Енді сіздерге есімізге алатын болсақ, дененің бір бөлігі қандай да бір жылдамдықпен бөлініп шыққан кезде қозғалысты біз реактивті қозғалыс деп атайды екенбіз. Бір денеден екінші бір дене бөлініп шыққан кезде бірінші дененің қозғалысының артуы немесе жылдамдығының артуы ол реактивті қозғалыс деп аталады. Оған мысал ретінде, бір шарды үрдеп қоя бере салатын болсақ, онда ішінен ауасы шыққан сайын шар алға қарай қозғала береді. Сондағы ішінен шыққан ауаның жылдамдығы активті қозғалыс деп аталады да, ал шардың қозғалысы реактивті қозғалыс болады. Демек, реактивті қозғалыс импульстың сақталу заңының қолданылуына жарқын мысал болады екен. Дененің бір бөлігі одан қандай да бір жылдамдықпен бөлінген кездегі қозғалысын біз осы реактивті қозғалыс деп атайды екенбіз. Енді тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, мына қайықтың үстіндегі отырған адам допты алға қарай қатты соғатын болса, онда қайық алға қарай жылжып кетеді. Сондағы мына адамның допты соққандағысы ол активті қозғалыс деп аталады да, ал мына қайықтың алға қарай қозғалысы реактивті қозғалыс деп аталады. Немесе балалар, мысалы қайық жағада тыныш тұрсын делік. Егер мына адам қайықтан секіріп жағаға түсетін болса, онда тыныш тұрған қайық алға қарай жылжып кетеді. Сондағы адамның қозғалысы активті қозғалыс болады да, ал тұрған қайықтың алға қарай жылжығаны реактивті қозғалыс деп аталатын болады. Сондықтан сұрақ, қандай мақсатпен зымырандар көп сатылы болып жасалынады? Енді ракетаның құрылысы туралы айтатын болсақ, ракета негізінде 3 бөліктен тұрады. Кораблі ең ұшындағы бұл қабық деп аталады. Оның кейін мына отын тұратын негізгі бөлігі, үшіншісі сопыла деп аталады. Отынды қатты жанып қатты қысым болатын жерде сопыла деп атайды. Қарапайым зымыран жану камерасы бар отын толтырылған қабықтан тұрады. Отынның жануы кезінде жоғары температураға дейін қызған жоғары қысымдағы газ сопыла деп аталатын ерекше пішіні бар камерадан үлкен жылдамдықпенен атылып шығады. Газ қатты жанған кезде, бұлар әгіндегі Байқоңырдан ракета ұшқан кезде байқайсыңдар ғой балалар, ракета қатты қысымның әсерінен жоғары қарай ұшып шығатын болады. Сондағы дененің бір бөлігі одан қандай да бір жылдамдықпен бөлініп шыққан кездегі қозғалысты сонымен балалар реактивті қозғалыс деп атадық. Осы реактивті қозғалысты не үшін қолданады? Космос кеңістігінде ракета ұшыру арқылы космос кеңістігін зерттейтін мақсатта пайдаланады. Осы ғарышқа ең алғаш қадам ұшудың теориясын ұсынған Циолковский болған балалар. Сондықтан мына Циолковскийді авиацияның атасы деп атайды. Осы ғарышты игеруге байланысты ұлы ғалымдардың бірі осы Циолковскийден басқа, ол космосқа ұшырудың ең қажетті қондырғысы ракета қажет. Бұл ракета космосқа ұшу үшін біріншіден жеңіл болу керек. Екіншіден ол қатты қысымға шыдайтын мықты металдан жасалуы керек. Сондағы осы ракетаның құрылысын, конструкциясын жасаған орыстың ұлы конструкторы ол Королев болған. Ал жасалынған ракетаменен ұшқан космос кеңістігін ұшқан алғашқы ғарышкер
бұл Юрий Гагарин болған. Совет одағы кезінде осы Юрий Гагарин космос кеңістігін зерттеген тұңғыш космонавт болған. Енді ғарышқа сапар шегіп ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысқан ғарышкерлердің ішінде біздің 3 қазақ ғарышкерлеріміз де бар. Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін өзіміздің қаракөз ғарышкерлеріміз де космос кеңістігін зерттеген балалар. Міне олардың біріншісі Тоқтар Әубәкіров, екіншісі Талғат Мұсабаев болған, үшіншісі Айдын Айымбетов. Айдын Айымбетов туралы айтатын болсақ, балалар, 1993 жылы алғаш ғарышкерлер өзінің өтінішін беріп, космос кеңістігін зерттеуде қаншама жұмыстар атқарған. Солардың жұмыстарының барлығы мына жерлерде жазылған, балалар. Міне бұл кісі 2015 жылы 2 қыркүйекте борт инженер ретінде транспорттық пилотталған Союз ТМА-18М кемесінде ЕП-18 саяхатының аясында Байқоңыр ғарыш станциясынан халықаралық ғарыш станциясына аттанған Айдын Айымбетов ғарышқа 10 күн болып маңызды зерттеулер жүргізген болатын. Халықаралық ғарыш станциясында оралған Айымбетов президент Назарбаевтың өзі күтіп алыпты. Міне ғарыш кемесін космос кеңістігін зерттеудегі біздің ғарышкерлердің еңбектерінің осындай ерен екендігін көруге болады, балалар. Бүгінгі міне сабағымызды аяқтай келе, сіздерге үлкен рахмет айта келе, мен сөзімді мынандай бір әдемі сөздерменен аяқтағым келеді. Бүгінгі шаттық шеңберінде, бүгінгі сабағымыздың аяғында білім терең теңіз бе, білім және еңбек егіз бе деген сұрақ қойғым келеді. Осы екеуі деңізде рухани азығым дейді атам. Білімді еңбекпенен сен де ізде дегім келеді. Демек, рухани байлығымыз біздің осы еңбекте екен. Еңбек болу үшін біз білімді үлкен азамат болуымыз керек. Бүгінгі тыңдағандарыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.